Егер мен қарызым слишком көп болатын болса, онда мен мынандай әрекеттер жасайтын едім. Ең бірінші қағазға тізіп барлық қарыздарымды жазып шығатын едім. Ол кредит, рассрочка, не знаю, біреуден алған қарызым бар шығар, ақшалай, соның барлығын тізіп жазып шығамын. Ай сайын қанша төлеймін, қанша қалды әлі, қанша ай қалды деген сияқты. Егер ол кредит, рассрочка либо ипотека болатын болса, вот дәл солай тізіп барлық қарыздарымды жазып шығатын едім. Одан кейін арасында приоритет қояр едім. Яғни ең бірінші қайсысын төлеп бастаймын деген сияқты. Ол пайызы ең көп қарыз болуы мүмкін, немесе пайызы жоқ, немесе пайызы аз қарыз болуы мүмкін. То есть біреуін таңдаймын да, соны жабамын деп мақсат қоямын. Одан кейін күнделікті шығындарымды жазуды әдетке айналдырамын. То есть күнде бір хотя бы проездге автобусқа 120 теңге құртам ба, соны да жазуды әдетке айналдырамын. Соның арқасында мен ақшамның тиынына дейін қайда кетіп жатқандығын біле аламын. Сол шығындарым жазғаныма қарапайым заметкаға да жазуға болады, оны күрделендірмей. Шығындарымды анализировать ету арқасында көптеген артық керек емес покупкаларды барынша азайтатын едім. Ақшамды қайда кетіп жатқандығын біліп басқара аламын. Соответственно, анализ жасаған кезде мен керек жеріне үнемдей аламын, ал үнемдеген ақшаны сен жинай аласың, оны қарызыңа төлей аласың деген сияқты әңгіме ғой. Одан кейін мен қосымша табыс көзін қарастыратын едім. Блог жүргіземін, бәлкім біреуге услугамды сатамын, немесе біреуге бірдеңе обучать етемін, егер қолымнан келетін нәрселерім болатын болса, оған басқаларды оқыта алатын болсам деген сияқты. Және қарызды жабу барысында жайлап, кішкентайдан болса да, тамшылатып болса да, прям ақша жинауды да әдетке айналдыруға барынша тырысатын едім. Өйткені ақша жинау, қарызды төлеу деген оның барлығы бір банальный нәрсе болып көрінгендігімен, бәрібір адам қолына ақша түскен кезде оны жинауы, немесе оны қарызға жұмсауы қиынырақ, чем барып рахаттанып, оны өзіне бір күшті затқа айырбастағанға қарағанда. Өйткені қарыз, либо ақша жинау деген осыған дәл қазіргі уақытта кайф бермеуі мүмкін. Сол себепті оны адамдар оған ақша жинауға, немесе қарызға ақша жіберуге в основном қимай қалып жатады ақшаны. Сол үшін бұл жерде әдет қалыптастыру маңызды деп айтар едім. Сол себепті барынша кішкентайдан болса да ақша жинап үйренуге тырысатын едім. Вот соның арқасында, және де қарыз ол өмірдің соңы емес. Қарыз алу арқылы біз өмірлік сабақ аламыз. Вот солай унывать етпей, осылайынан жоспар бойынша двигаться етуші едім. Ал сіз қалай жасар едіңіз? Комментарийда бөлісе кетіңіз. Пайдалы болса достарыңызбен бөлісіңіз және парақшама жазылыңыз. Өйткені мен мұнда қаржылық сауаттылық, инвестиция және даму туралы бөлісетін боламын.